Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біз осындай чайниктің астына қоятын подставка тоқимыз крючокпен. Мынау біреусін мен тоқыдым. Бұның размері үлкен. Енді дәл осыған пар қылып, размері кішкентай қылып, екінші кішкентай чайниктің астына подставка тоқимыз. Екі түрлі жіпті қолдандым. Мынау арты, мынау алды. Ал енді бастаймыз. Круг қылып домалақ тоқыған кезінде мынандай бастапқысы андай басқаша басталады. Оны қазір көрсетемін. Мынау қысқа жіпті қолдың үстіне қоямыз. Үлкенірек ала береміз. Сосын былай бір саусақпен айналдырушы едік қой. Бұл жол былай 4 саусақпен айналдырамыз. Мынау жұмыс жібі, ұзыны үстінде тұрады. Енді осы домалақтың астынан алып, былай өткіземіз. Енді біз бұл чайниктің астына қоятынды столбик с одним накидом дегенмен тоқимыз. Сол үшін биіктік үшін алатын воздушная петлямыз біреу, екеу болады. Мынау бір баған болып есептеледі. Біз осы домалақтың ішіне 12 баған толтырамыз. 2 воздушная петля бір баған. Енді міне столбик с одним накидом. Мына жерде 3 жіп, екеуден біреу, екеуден біреу. Бір накид іліп аламыз. Жіп, екеуден біреу, екеуден біреу. Менің қолданып атқан крючогым 3-5. Мынау подставка қалың болу керек. Сол үшін мен 2 қабат жіпті пайдаланып жатырмын. Біреу, екеу, үшеу. Төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Мынау жетеу. Енді қараңыз, ұшын былай тартса тартылады. 2 қатарға бір жіп, 2 жіп, екеуіне бірге орналастыру керек. Жетеу, 8, 9, 10, 12. Мынаны енді қатты тартамыз, қорықпай тарта береміз. Ортасынан мынандай тесік қалмау үшін қаттырақ тарта береміз. Барлығы 12 баған толтырылды. Енді мынау кругты бітіру үшін екінші, мынау бір воздушная петля, екінші воздушная петля, екінші воздушная петля алып келіп біріктіреміз. Бұл жерде ешқандай столбик без накида деген тоқылмайды, жай ғана біріктіріледі. Ол үшін воздушная петля крючокты саламыз, жіпті шығарамыз, имбалы жіпті мына жерден сразу былай шығарамыз. Сол кезде біздің круг ровный болып бекітілді. Енді круг тоқудың заңдылығы бойынша 12 столбик без накида тоқыдық. Енді келесі 24 болу керек. Әр бағанға 2 бағаннан тоқып шығамыз столбик без накида. Сол кезде барлығы 24 болады. Бастаймыз биіктік үшін
2 воздушная петля. Енді сол воздушная петляға екіншісін тоқимыз. Келесі бағанға тағы да 2 тоқимыз. 11-ші. Және міне 12-шісі. Ең соңғысы. 1, 2. Енді воздушная петля биіктік үшін алған. Біріншісі, екіншісі. Соны екіншісіне кіргізіп біріктіреміз. Бізде 2 қатар тоқылды. 3-ші қатарға кеттік. 3-ші қатарға да мына жерде 24 баған болды. Тағы 12 баған қосылады. Ол үшін өзінің заңдылықтары бар. Мына жерде 12, мына жерде әрқайсысынан 2-2-ден. Енді мынау жерде биіктік үшін аламыз. Бұл біреу, бір бағанға біреу. Екінші бағанға 2. Біреу, 2. Үшіншісіне міне біреу ғана тоқимыз бұл жерде. 4-шісіне 2. Біреу, 2. Біреу, 2. Осы заңдылықпен асықпай, шатаспай санап тоқимыз. Мына жерден бір бағанға біреу, мына жерге 2 тоқыдық. Мынау жерге міне біреу ғана тоқимыз. Ең соңғысына 2. Бір столбикке 2 столбик тоқимыз. Сонымен екінші воздушная петляға біріктіреміз. Енді 4-ші қатарды бастаймыз. Мына жерде бір столбикке бір столбик, екіншісіне қосып 2 столбик істегенбіз. Енді бұл 4-ші қатарда бір столбикке бір столбик, біреу болып есептеледі. Оның үстіне екінші столбикке бір столбик. Үшіншісіне 2. Біреу. Дәл осы столбикке екіншісін. Сол кезде 4-ші қатарда тағы да 12 столбик қосылады. Біріншісіне біреу, екіншісіне біреу, үшіншісіне 2. Біріншісіне біреу, екіншісіне біреу, үшіншісіне біреу, дәл осы үшіншісіне 2. Үшіншісіне 2 столбик. Бір жерден 2. Сонымен кругты біріктіреміз.
мына жерде қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Мына жерде 1, 2, 3, 4. Мен бұны кішкентайын тоқып жатырмын. Сол үшін осы 4-шісінен бітеміз да, узорына кірісеміз. Ал егер сіздер үлкен тоқитын болсаңыздар, 5-6-шісін тоқитын болсаңыздар, заңдылық бар ғой. Мына жерде 12, мына жерде әр столбикке екеуден 24 болады. Мына жерде бірінші бағанға 1 баған, екінші бағанға 2 баған. Бірінші бағанға 1 баған, екіншісіне 2. Ал келесісінде бірінші, екіншісіге 1 баған, үшіншісінде 2 баған. Бірінші, екіншісінде 1 баған, үшіншісінде 2 баған. Келесісінде бірінші, екінші, үшіншісінде 1 бағаннан, төртіншісіне 2 баған. Солай кете береді, сол заңдылықпен. Енді мына узор. Бұл узор 1, 2, 3. Үшеуге бір домалақ болып келеді. Бізде 12 баған болғаннан кейін 12 қосылып, общий санымыз 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Сол үшін спокойно артылып қалады, кем болып қалады демей істей береміз. Бірінші баған 1. Осы бірінші бағанға екінші столбик. Сосын 2 бағаннан кейін 1 воздушная петля. Сосын міне 1, 2 қалдырамыз да, үшіншісіне 1 баған. Бірінші баған. Дәл осы үшінші бағанның үстіне екінші баған. Екінші столбик. Содан кейін 1 воздушная петля. Осындай заңдылықпен. Ортасында 2 бос орын қалады. Төбеде міне 1 воздушная петля. Бірінші, екіншісіне тоқымаймыз, үшіншісіне столбик с одним накидом деген тоқимыз былай. 1. И дәл осыған екіншісі. Біз предпоследний қатар тоқып жатырмыз. Узор шығу үшін. Мынау қатардың басы тұр. Сол үшін 2 бағаннан кейін 1 воздушная петля. Енді мына жерде біз жіптің тұсын басқа жіпке ауыстырамыз. Сол үшін біріктіретін кезде сразу новый жіппен біріктіреміз. Екінші воздушная петляға ілеміз. Шығарамыз да, сразу меха біріктіреміз. Астыңғысын қатты тартып тұрамыз. Біздің узор ортасынан басталады, сразу мына жерден емес. Сол үшін мына жерге соединительная біріктіру петлямен былай өтеміз да, тағы біріктіру петлямен үлкен тесікке өтіп аламыз. Енді біздің жаңа бағанымыз осы жерден, арт жағы осы жерден басталады. Ол үшін бір тесіктің ішінен біз 6 столбик с одним накидом тоқимыз. Биіктік үшін 2 петля, 1 бойы есептеледі. Екіншісі, үшіншісі,
4-шісі, 5-шісі, 6-шісі. Енді мынау екі бағаның ортасына мына жерден шығып соединительная біріктіру петлясын жасаймыз. Былай. И келесіне 6 столбик с одним накидом тоқимыз. Біріншісі, бізде міне 2 узел шықты. Енді үшіншісіне келдік. Негізі мынау қатардан кейін дөңгелегіміз қисайып біртүрлі болып шығып тұр. Бірақ мынау гүлдер түсіп болғаннан кейін мынау сияқты ровный болады. Мынандай специально инелер болады, тосынуға арналған. Осы инелді өткіземіз да. Ең бастапқы петляларға өткізіп шығамыз. Фиолетовый ана жерден сыр шықты да, дәл солай жасаймыз. Екі ұзындықтағы жасаймыз. Мына жерден шықты, мына жерден шықты. Ал гүлдер тоқылған кезде мына жерден олар білінбей жоқ болып кетеді. Енді ортасына тойған қалды. Мына жерде екеуі көрінбей қалды. Енді мына осы қатар бітетін кезде жалғамыз. Ортасына біріктіру петлясы. Енді мына жерге 6 столбик. Біреу, екеу, төртеу, бесеу, алтау. Және мынау екі ортаға келіп соединительная біріктіру петлясын былай жасаймыз. Осымен біздің бұйымымыз бітті. Енді мына жердегі мынау жіпті көрсетпей, білінбей, бүлдіртпей тығамыз. Ол үшін біздің инеге өткіземіз. Оң жақ бетінен сол жақ бетіне өткіземіз. Және мыналардың артасынан жүргізіп шығамыз.
осы жерден қайшымен кесіп тастаймыз. Енді мына ортасындағы жіпті тығамыз. Бұл жерде бір жерден екеуі шығып тұр. Сол үшін любой бір жіптен аламыз да мынандай өткіземіз. Екі жіптің ортасында бір жіп тұр. Біреу, екі рет байлаймыз. Және инемізге өткіземіз. Тура жаңағыдай. Жіптердің арасына өткізіп шатастырып жібереміз. Енді осы жерден жіпті қиып тастаймыз. Бүгінгі видеода чайниктің астына қоятын осындай подставкалар тоқуды үйрендік. Егер сіздерге ұнап жатса, лайк басыңыздар. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта әлі бірнеше бұйымдарды тоқитын боламыз. Сол үшін каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде өздеріңіз де тоқыңыздар. Ал енді пока.